Саған сенетін адамға ешқашан өтірік айтпа. Бір кездері саған өтірік айтқан адамға ешқашан сенбе. Өмір біздің айнамыз. Егер өзіңізді кінәлі санасаңыз, сырттан кінә тағатын, дәлелдейтін, жазалайтын адамдар не заттар табылып тұрады. Өзіңе қандай баға берсең, өмір сені солай бағалайды. Әлем біздің ойларымыздың көрінісі, біз өзімізді көретін айна. Адамдарға қандай көзқараспен қарасаң, ол сондай болып көрінеді. Тістей алмасаң, тісіңді көрсетпе. Бәрі уақытқа қарайды, ал уақыт ешкімге қарамайды. Оңай уәде беретіндерге сенбеңіз. Мойныңа мініп алғанын қаламасаң, басыңды өте төмен име. Пайдалы сөзді керең де тез естиді. Айналаңдағы адамдарды өзгерту мүмкін емес, бірақ өзің өзгеріп, басқаларға шабыт бере аласың. Басқаларға көмектесу арқылы ғана бақыт табуға болады. Сені жақсы көретін жерге көп бара берме, сені жек көретін жерге мүлде барма. Бәрі ақша жоқтығына шағымданады, ал ақылының жоқтығына ешкімде. Жамандық келмей жақсыны ешкім бағаламайды. Әркім өз түсінігімен басқаларды сынайды. Айтып тұрғанын біліп сөйлеу мен білгенін айтудың айырмашылығы үлкен. Қартайған сайын адам жаман көреді, бірақ көп көреді. Тәжірибе ол адамдардың қателіктер деп айтатын сөзі. Құпияңды достарыңа да айтуға болмайды. Себебі достарыңның да достары бар. Адамнан құтылғың келсе, ақша қарыз бер. Жақсылыққа бірден рахметіңді айт, ал жауыздыққа кейінге қалдыр. Адамдардың сізге не үшін солай немесе басқаша жасағаны туралы тіпті ойламаңыз. Бір ғана қарапайым шындықты түсіну жеткілікті. Ренжіген адам ренжітуге, ал бақытты адам бақыт сыйлауға тырысады. Бар болғаны осы ғана. Кешірім өткенді өзгертпейді, бірақ болашақты босатады. Әрбір шәуілдеген итке тас лақтыру үшін тоқтай беретін болсаң, сен өз жолыңды ешқашан аяғына дейін жүріп өте алмайсың. Аяққа жығылмасаң, басыңды ешкім баспайды. Біреуді қызғансаң, өзіңді одан төмен санағаның. Қолда бар нәрсеңізбен, қай жерде болсаңыз да, қолыңыздан келгенді жасаңыз. Сіз қазір кімсіз, және бір жылдан кейінгі қандай болатыныңыз, оқыған кітабыңызға, және жолыққан адамдарыңызға байланысты болады. Ештеңені дәлелдеудің қажеті жоқ. Сұлулық көрінеді, ақыл естіледі, ал мейірімділікті сезінесің. Адам жанында ешкім жоқ кезде жалғыз емес. Адам айналасындағылармен өзара түсіністік таба алмаған кезде жалғыз болады. Ал қай жалғыздық қорқыныштырақ екені белгісіз. Егер саған біреу жауыздық жасаса, сен оған кәмпит бер, ол саған жауыздық, сен оған кәмпит бер. Сол жауыздың қанты көтеріліп кеткенше осылай жасай бер. Бәрі жақсы болып тұрған кезде жақсы, содан кейін бар болғаны ол адам сізден жалықса, бір сәтте бәрі біткен болса, өте өкінішті. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.